90 деген. Просто бар номерім 90-90 ғой, соның үшін 90-90. Таныстарым мен бәрі осылай таниды сразу. Сіз как МЧС сияқты жұмыс істейсіз ба? Ау. Как МЧС сияқты жұмыс істейсіз ғой, 90-90 болса. Иә? Туған күніңізді айтыңызшы. Почти. Туған күніңізді айтыңызшы. Осы ғой 90. Туған күніңізді айтыңызшы. Нешесі күні тудыңыз? 18. Соны айтып отырмын ғой. 2018-да. Қай ай? 6-шы ай ма, 7-ші ай ма? 6-шы ай. 6-шы ай 18-ші число. Сізге биыл ақиқат білім алу керек. Иә? Ақиқат білім алу керек, өзіңізді тануыңыз керек. Неше жастасыз? Нешінші жылы тудыңыз? 90 жыл, 33 жастамын. Енді сіз миссияға кіріп жатырсыз. 33 жаста болсаңыз, міне, пожалуйста, сіз миссияға кіріп жатырсыз. Сіз 14 жастан 33 жасқа дейін ешкімді тыңдаған жоқсыз. Тек қана өзіңіз нені дұрыс деп санадыңыз, сонымен ғана жүрдіңіз. Солай ғой? Иә. Жеңемін, қайтсе да жеңіске жетуім керек мен. Өзімнің мақсатыма жетуім керек деп сонымен жүрдіңіз. Солай ғой? Енді олай болмайды енді. Сіз қалай санаңызбен ойлағанмен іс әрекетінде олай болмайды енді. Түсіндіңіз ба? Іс әрекетіне келгенде сіз соның барлығын біз осы ақиқатты айтамыз. Жеке консультация береміз адамдарға, ақиқатын айтамыз. Неге сіз қазір өзіңізді түсіне алмай жүрсіз, е? Сізге қазір қуану керек және қуану керек. Иә. Сондықтан сіздің іс-әрекетіңіз біреуге мысалы дұрыс емес болуы мүмкін, иә? Ал сізге не должно это касаться? Сіз бұл өмірге қуану үшін келгенсіз. Сондықтан осы ақиқат білім алу керек. Биыл сізге міндетті түрде нешінші жыл бойы қазір бір кәсіппен айналысып жатырсыз. Сол кәсіп бойынша сізге құжат алу керек. Заңды түрде сонымен жұмыс істейтіндей. Түсініп отырсыз ба? Жоқ, құжат алуға не деген енді. Қанша жылдан бері негізі стройкада жүргенмін. Сөйтіп 2 жыл, 3 жыл таксоват қылып жүрдім, ары бері Ташкент, Алматы, Ташкент, Новосибирск, Алматы, ары бері, короче, дальнобойщик. Енді соны заңды жүзде жұмыс істеу үшін, заңды түрде жұмыс істеу үшін, соған білім алу керек, ақиқат білім алу керек сізге. Сосын қуану керек. Жаңағы бір сатып алыңыз деппін ғой. Блокнот заведите, соған жазыңыз. Бүкіл арман мақсатыңызды жазыңыз. Кішкентай кезіңізден есіміңіз кім? Пахридин ғой. Пахридин. Пахридин мырза. Енді қараңыз. Сіз туғаннан қазіргі жасқа дейін өзіңіз қандай мақсат қойдыңыз, осы уақытқа дейін жауынгер рухпен алға деп ешкімді тыңдамай келдіңіз. Енді қазір өзіңізді түсіне алмай отырсыз. Неге мен қалай санаммен дұрыс барлығын мақсатыма жетем деп істесем де, бәрі десін бір алдыңыздан бір кедергілер шыға келеді, бір үнемі бір энергия жетпей қалады, солай бола ма? Түсінбей қаласыз. Анализсіз бір алысқа шауып кетесіз да, сосын ойланасыз, мен не істедім деп. Сондықтан сізге міндетті түрде жазып жүру керек бәрін. Кешегі болған ол тарих, кешегі болған тарих, ертең не боларын бір Құдай біледі. Дәл қазір, данный момент сізге не кедергі білім алуға? Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Дәл бүгін, міне соңғы айдың бүгін соңғы күні. Самый благоприятный соңғы айдың, осы жылдың жазғы қазір уақыт жаз ғой, соңғы күні. Бүгін қазірлы еңбек ету керек адам. Орысша айтқанда кайфовать нельзя. Осы дәл бүгін не кедергі өзіңізге қағазға жазыңыз. Пахридин, саған не кедергі осы білімді, ақиқат білімді алу керек деп жатыр. Мына Жанаргүл,
нижний пробел Тендыковна деген осы тикток парақшадан шығып маған айтып отыр ақиқатын, ана тілмен айтып отыр. Маған не кедергі өзімді өзім тануыма? Осы 33 жасыма келгенше мен ешкімді тыңдамай келдім. Не әкемді, не шешемді. Енді мен 33 жасқа Қалай келгенде... тыңдамын? Я всегда слышу, как это. Тыңдаймын постоянно. Дұрыс істедіңіз сіз. Енді сіз дұрыс істедіңіз. Сол дұрыс істеп келдіңіз да, енді қазір өзіңізді түсінбей қалдыңыз. Сонда сіз өзіңізге сұрақ қоюыңыз керек. Мен енді бұрын осы барлық адамдарға көмектесіп жүрдім. Енді осы адамдар неге маған рахмет айтпайды? Неге маған кедергілер? Иә. Біз ақиқатын білмеген кезде біз өтірік айтып жүреміз. Барлығымыз сондаймыз. Өзіміздің пользамызды, өзіміздің выгодамызды алу үшін өтірік айтып жүреміз. Ол ақиқат сол. Ал енді бұл ақиқаты ол естіген, көрген емес. Ақиқаты құжат түрде болу керек. Сіз мысалы қазақсыз, ұлтыңыз кім айтыңызшы? Ұлтыңыз кім айтыңызшы? Қазақсыз ба? Қазақсыз ба? Өзбек. Сіз өзбексіз. Қараңызшы, сіз қазақша қалай сөйлеп отырсыз? Қазақтан артық сөйлеп отырсыз қазақша. Не себеп айтыңызшы? Сіздің ұлтыңыз өзбек. Қазақша сайрап отырсыз. Қазақ менің өзім дәл сіздей сөйлей алмаймын мысалы. Неге айтыңызшы? Неге? Неге? Көп қазақтар біз мысалы қазақша білмейміз. Сіздер Қазақтан да жүрсеңіздер де қазақша сөйлейсіз. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Айтыңызшы. Алматыдамын ғой. Вот смотрите, сіз өзіңіз өзбек, ұлтыңыз өзбексіз, иә? Сіз кәдімгідей қуанасыз, иә? Мен өзбекпін деп ұялмайсыз айтуға, өйткені ол сіздің нағыз өзіңіздің ұлтыңызды жақсы көресіз, солай ғой? Өзбектерді жақсы көресіз. Ал бірақ өзіңіз кәсіпті Алматыда жасайсыз. Неге? Себебі Алматыда бизнес-центрдің барлығы Алматыда. Сіз сол жерде жұмыс істеу үшін барып отырсыз, солай ғой? Күнкөрістің амалы. Не только Алматыда, мен айтып отырмын ғой, ары бері Дальнобойщикпін. Ход Алматыда, ход Новосибирск, Павлодар, Қарағанды, ары бері жүремін мен таксовать қылып. Вот, сіз адамдар тасисыз, таксовать етіп. Вот смотрите, енді сіз сол енді таксовать етіп жүресіз. Сіздің отбасыңыз бар ма? Отбасыңыз бар ғой? Неше балаңыз бар? Еще. Ұл, қыз? Екі қыз, бір ұл. Екі қыз, бір ұл. Енді сіз анау екі жұлдызыңызбен жалғыз Алла берген сізге ұлыңыз бар. Енді сіз бақытты болмағанда кім бақытты айтыңызшы? Сол конечно. Саны қалай әке шешем бар ғой, осы жетеді ғой маған. Оны артық қалай бақыт болу керек. Соны айтып отырмын ғой. Соны мен сізге не айтып отырмын? Сізге тек қуану керек. Сізге жаңағы арман мақсатыңызды жазып алып, кішкентай кезіңізден осы уақытқа дейін нені қаладыңыз? Соның барлығын арман мақсатыңызды жазып алып, сол арман мақсатыңызбен осы ақиқат білімді алуыңыз керек. Ол естіген, көрген емес. Ақша ол қолдың кірі. Қазір бар болса, қазір жоқ. Ол ақшаның түбіне жеткен адам жоқ. Солай ғой, айтыңызшы. Адам бар ма? Ақшаның түбіне жеткен. Ол енді ақша ол қолдың кірі. Ал ең бірінші егер біліміңіз болса, мен постоянно телефон қылады, башқа қылады, Wi-Fi қосып тұрады. Сондықтан сіздер молодцы, өздеріңіздің тілдеріңізде сөйлейсіздер ма, өзбекше? Конечно. Қазір жаныңызда бір нәрсе деп өзбекше сөйлеп жатыр адамдар. Вот қаншама өзбек елінің адамдары, вот молодцы, сіздер любой жұмыстан қорықпайсыздар ғой, любой жұмысқа кірісіп кетесіздер, любой жерде жұмыс істеп жүре бересіздер. Қай елде болсын, қай жерде болсын. Самые работоспособные. Вот в этом отношении вот вы молодцы. Өздеріңіздің ана тілдеріңізде сөйлейсіздер. Өзге елде свободно, қай елде жүрсеңіздер, сол елдің тілінде. Сондықтан қуаныңыз. Қуанған кезде үнемі сіздің арман мақсатыңыз орындалып отырады. Егер қуанбай, ойыңыз жаман болатын болса, мистические потери могут быть. Сондықтан жаман ойламаңыз. Адамдардың барлығы не айтса да келісіңіз адамдармен. Түсіндіңіз ба?
Сіздікі дұрыс дейсіз да, бірақ через анализ надо пропускать. Міне түсінді, пожалуйста. Сәлематсыз ба? Жанат клуб Алматы, Айша Серікбайқызы дейді. Ой, пожалуйста. Міне мен тиктокта отырмын, мен инстаграм парақшада отырмын параллельно. Пожалуйста. Сондықтан кімге консультация керек? Пожалуйста.